Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Құрметті көрермен, құрметті менің роднойлар, жандарым, бауырларым, аға қарындастар, інілер. Бүгін және де мукбанг, және де асмр, және де керек кезекті шығарылым. Бүгін енді мына қандай тамақ білесіздер ме? Әрине білесіздер. Бұл бесбармақ дейміз ба? Хамроғат дейміз ба? Қайтеміз? Қалай өзі оригинал атауы қандай өзі? Маған бесбармақ деген жағынырақ. Өйткені бесбармақпен жейсің ғой. Бүгін де бесбармақпен жеймін құдай қаласа. Негізі мен кез келген тағамды қасымен жеймін, әдетте өмірде ше. Ал бірақ ана видео үшін бесбармақпен жейді бар. Сондықтан да бұл тамақтың аты мен үшін бесбармақ. Біреулер ет асу дейді, немесе қамырауғат дейді, білмеймін енді. Әртүрлі атаулар бар. Барлығымен келісуге болатын шығар. Бүгін бізге көмектесетін кішігірім кола. Бұл кола енді толық емес. Кеше алған колалардың бірі бітпей қалған. Бүгін жаңа кола алған жоқпын. Осы коланы іше беремін. Сәл ескіріп қалған шығар енді кешелер. Бірақ болады. Ал онда бисмилля деп ашайық тамақты. Көрсетейін сіздерге бірінші қазір ашып. Так. Қатыңызға қоя салыңыз мұны. Әне. Қазір қарым страшно ашып тұр. Жегім келіп тұр шыны керек ше. Әне, көрсетейін сіздерге. Деп шок қоймастыр на. Деп. Ал, онда кеттік. Бисмилля. Кетіп. Ал, онда кеттік, онда бисмилля. Алланың атымен бастаймыз. Қолмен жейміз кен. Так, бізде енді бақ пышақ емеппін ғой. Қолмен тура бермен деді ше. Нан қоспайым бүгін ешқандай. Нансыз жеймін. Өйткені бірлеген тамақ. Нанмен қоссаң орысша кетіп қаласың ғой. Ка, бисмилля. Бір-екі зор болды ғой, жұмсақ. Столым тап-таза. Әр видеоны бастаған сайын 3 рет жүрдім столды. Так что дәмін зор екен. Картошка. Картоп қазақшасы. Түсімде бір ет бар болғаннан кейін мынаны бөліп жеу керек. Бүт қатты тістеуге болмайды. Абайлау керек. Сондықтан да сұлып жеймін. Жайнамай тұрдым ғой. Керемет. Мен өзім істеген жоқ, мен кеше айтқанымды алдым видеода. Асхана бар деп. Сол асханадағы қыздардан заказ беріп алып келдім. Сол жерден алып келдім үйге.
naan jey alamayacağım mıyım? Namışsın kısmen ben görüş. Çıptım sakıp septi. Sınırın gözünü istemiş şey birisi var. Çaylamaydı yani. Şey orada o kadakta dursun orada. Gaz kovan kiyeceğimiz. Kovan neyse tüylgende şey o. Tüylü tutkan çok mu? Karam. Düşkü deyin sabahta oldum. Сөйтіп осыны көріп қалдым істеп жатқандарынша сөйтіп бірлегенін алып кеттім жерден соны қазір жеп отырмын үйде ешкім жоқ тағы Так, қамыр зор болып тұр. Мына ет қара ет, таза қара ет, ештеңе жоқ басқа. Сүйегі жоқ мынаның ішінде. Сәл қаттылау ойланды ғой. Мына братан қуып кетті отызған жастар. Қамақ жеп кеткен естіп. Бұл да бір асымырдың түрі ғой. Наслаждаться обедом деген осы екен ғой действительно. Тағы да салып кеткен бітті ғой. Alhamdulillah. Zor. Arsan bir kere alına saldı. Taze et.
бірақ бұл өзіме челлендж сияқты ғой. Таусам ба таусамайын ба деген. Қазір жемей қойсам бәрі де қойып кетеді да. Жестко істепті, жестко, зор. Дерзко деген. Мынанда жеуге болады емес походу, бірақ қанша тісім мықты болса жеуге болады. Бірақ мен жей алмаймын. Белгілі бір сәтте каданың сыртына қоя береміз бүйтіп. Так, мен жей алатын нәрселер не қалды еді? Қамыр еді не? Бүгін апарамын мен. Мектепке барғанда почти шашып едім. Осы видеоға дайындалдым десем де болады. Барынша қарным аш тұрсын дедім де. Май өткенсір. Солай кәкемеген. Картошечка. Картошечка, картошечка. Білмеймін, бәрін дауысы міндетті емес шығар. Или міндетті ма? Асымырда. Почти емес тойып қалдым негізі. Тоқтатам ол. Болмай деген. 10 жерден челлендж деген менде. Жемай деген мен ұшын. Келді ұшы шегіне. Болды, тоқтатам. Мына ет қалды. Мына қамыр қалды. Почти таустым ғой енді. Сондай болып тұр. Енді колаш енді сәл. Қазір қолым жүк көлейін жақсып тазылап. Ал келдім. Мен сәл колаш отырайық. Коласар отырып қалған енді. Gaz етіп қойған. Бұнда көп іше алмаймын ғой. Осындай не болды. Обжорный дем болды бүгін. Страшно жедім бар ғой, бүйтіп жемейтінім үшін керек бар ғой. Өз-өзіме таңғалып отырмын. Не деген жесім ол? Ужас.
رزقني من غير حول مني ولا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Allah'a şükür. Allah'a şükür olsun. Nafaqani Allohga shukr aytdim. Qancha adam qiynalib turgazib olmagan bo'lsam, negisi bu qattiq durust emas narsa, negisi kamerani oldida tomoq yeyotgan. Ikkini tomoq yemay yurganlar ko'rib qolsa, ko'z qisib qoladi endi. Yo'nlay. Baychim turmcha durust emas narsa ekan, jo'lay. Bir qanday tushunishda bo'ldim. Biroqman bilim o'zini tushirib keldi. Budan da içirmeyince bunday tamaq şey turğula. Burası eksperiment retine түсіріп көрдім ғой. Сондықтан ya. Сондай. Айтамын сен басқа. Бүгінгі бұдан былай сол қаласым әр форматына қайтып оралам. Құдай қаласа. Салават, истихфар, тағы не бар? Аллаға дуа ету көп. Менде темалар көп менде әлі. Идея көп. Бірақ соң іске асыру керек та. Жиі видео түсіре керек. Жиі салып барам Құдай қаласа каналға. Ал сіздер де белсенді болыңыздар Құдай қаласа. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Осы өмірімізге. Сәл отырайық. Ішті жазып сәл. Бүгін 6 сабақ өттім. Өз жиналып қалған деген бір күнге. Шаршап кетесің негізі оңай емес. Сондай үйге келіп намаз оқып, сәл жуынып шайынып, мен эфирге шыққан екен сәл болмай жуынып, сәл болса бір дайындау керек қой. Соң сәл жуынып шайынып жүргенде уақыт өтіп кетті. Сөйтіп қарным одан бетер ашып кетті. Соң кейін қойдан бір түрлі асығып жедім ой дейме. Сондай болды. Аллаға шүкір енді. Кезекті бір эксперимент, тәжірибелі видео болды бұл енді тәжірибе. Сіздерге ұнаған шығар деп үміттенемін. Лайк басып, коммент жазып же каналға көмектесіңіздер енді. Жәрдем беріңіздер каналдың раскруткасына. Тегін ғой енді. Біреуге бөлінсе сау уақытты бір арбарса бір 15 минут уақыттарыңыз, 15 секунд уақыттарыңыз алар. Біреуге ұнап қалар мүмкін. Мүмкін статустарыңа қоятын шығарсыздар. Білмеймін, көресіздер енді. Бұндай нәрсені айта беруге ыңғайсыз екен. Лайк бас, коммент жаз деп және бір болмалжание болу керек сияқты ол нәрсе негізі. Ұнап атса қояды ғой негізі. Бір жағынан көрермендерге неприятный болды. Лайк басыңыздар, коммент айта берсең де оларға да ойын аудады. Шындай кетеді да. Бір жағынан ол да бар. Бір жағынан каналдың арқай жылжыға керек қой деп дейсің. Сөйтіп амал жоқ сұрайсың, амал жоқ сұрайсың. Не істейміз енді? Осымен видеоны аяқтайын. Видеоны қатты созып мұшымайын. Қысқа қайрайын бүгін. Ал онда менің осы бір кезекті бір видеомды көргендеріңізге, до конца көргендеріңізге, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі эфирімізде, келесі шығарылымызда аман есен көріскенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.